Сәлеметсіңдер ме балалар? 3 сынып математика пәні 43 сабақ. Бөлшекті оқу, жазу және салыстыру тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта бөлшектерді оқитын, жазатын және салыстыратын боласыңдар. Балалар, бірінші тапсырмаға қараймыз. Асы, фигуралардың боялған бөліктерін бөлшек түрінде жаз. Бірінші шеңбер бізде 1/2 бөлікке бөлінген және оның бір бөлігі боялған. Демек, бөлшек түрінде жазатын болсақ, 2/1. Келесі фигура 3 бөлікке бөлінген, оның 2 бөлігі боялған. Демек, 3/2. Үшіншісі 1/4 бөлікке бөлінген, оның 3-еуі боялған. Демек, 4/3. Төртіншісі 5 бөлікке бөлінген, оның 4-еуі боялған. Демек, 5/4. Соңғысы 1/6 бөлікке бөлінген, оның 4-еуі боялған. Демек, 6/4 деп бөлшек жазсақ болады. Әсі, фигуралардың боялмаған бөліктерін бөлшек түрінде жаз дейді. Боялмаған бөліктерін бөлшек түрінде жазатын болсақ, біріншісінде 2/1 боялмаған, екіншісінде 3/1 боялмаған, үшіншісінде 4 бөлшектің 1 боялмаған, яғни 4/1, төртіншісінде 5 бөлшектің 1 боялмаған, демек 5/1, бесіншісінде 6 бөліктің 2-еуі боялмаған, демек 6/2 деп бөлшек түрінде жазсақ болады. Екінші тапсырма. Асы, жарты жылдағы айлардың санын көрсететін бөлшекті және жылдың бір мезгіліндегі айлардың санын көрсететін бөлшекті жаз дейді. Балалар, бізде бір жылда 12 ай бар. Демек, жарты жыл дегеніміз 12-нің жартысы. Сонда жарты жылдың айлар саны 12/6-ға тең. Ал бір мезгілдің айлар саны 12/3-ге тең. Себебі бір мезгілде 3 ай бар екен. Келесі, әсі, текшелерді қолыңа алып, бірнеше айды жап. Досыңа осы бөлшекті атауды және жазуды ұсын. Балалар, сыныпта өздерің осылай текшелермен айлардың үстін жауып, оны бөлшек түрінде жазып көрсеңдер болады. Үшінші тапсырма, салыстыр. 13/7 және 13/5. Балалар, бөлімдері бірдей, біз салыстырғанда, егер бөлімдері бірдей бөлшектердің алымдарын салыстырамыз. 7 мен 5-ті салыстырсақ, әрине 7 үлкен. Сондықтан да 13/7 бөлшегі артық болып тұр. 9/7, 9/5. Бөлімдері бірдей, алымдарын салыстырамыз. 7 мен 5-ті салыстырсақ, 7 үлкен, демек 9/7 бөлшегі артық болып тұр екен. Келесі 15/7, 15/13. Мұнда да бөлімдері бірдей, алымдарын салыстырамыз. 7 мен 13-ті салыстырсақ, 13 артық, сонда 15/13 бөлшегі артық болып тұр екен. 15/11, 15/8. Балалар, бөлімдері бірдей, алымдарын салыстырамыз. 11 мен 8-ті салыстырсақ, 11 артық. Демек, 15/11 бөлшегі артық болып тұр екен. Төртінші тапсырма. Әжей Бөкебайды дүйсенбіден бастап бір апта бойы тоқыды. Әр күні бірдей ұзындықта тоқыды. Егер бүгін сәрсенбі, бейсенбі, сенбі болса, онда ол Бөкебайдың қанша бөлігін тоқығанын көрсететін бөлшекті жаз. Ол әлі қанша бөлігін тоқу керек? Оны да бөлшек түрінде жазуымыз керек. Балалар, Бөкебай дегеніміз бұл жұмсақ жүннен түбіттен тоқылған мойын орағыш екен. Ал енді есепті шығарып көрейік. Тоқыды бір аптада, аптаның күндерін жазып алайық. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Асы, бүгін сәрсенбі болса, ол 7/3 бөлігін тоқыды, тоқу керек 7/4 бөлігін. Әсі, бүгін бейсенбі болса, ол 7/4 бөлігін тоқыды, тоқу керек әлі 7/3 бөлігін. Бүгін сенбі болса, ол 7/6 бөлігін тоқыды, ал тоқу керек 7/1 бөлігін. Осылай анықтасақ болады екен. Бесінші тапсырма. Сандарды өсу ретімен орналастырсаң, қазіргі бөлшекті жазу түрін алғаш қолданған ғалымның атын білесің, дейді. Берілген бөлшектерді біз өсу ретімен орналастырайық. Яғни, бөлімдері бірдей, алымдарының өсу ретімен орналастырамыз. 19/3, 19/5, 19/7, 19/9, 19/11, 19/13, 19/14, 19/15, 19/17. Ал енді осы сандарға тиісті әріптерді астына жазып шығамыз. Сонда бізде Пизанский деген ғалымның аты шығады екен. Демек, Леонардо Пизанский бұл қазіргі бөлшекті жазу түрін алғаш қолданған ғалымның аты екен. Алтыншы тапсырма. Өрнектерді баған түрінде жазып, мәнін есепте тексер дейді. Бірінші, 1000-нан азайтамыз 479-ды. 0-ден 9-ды азайта алмаймыз, сондықтан бір мыңдықтан береміз. 10-нан 9-ды азайтсақ 1 қалады, 9-дан 7-ні азайтсақ 2 қалады, 9-дан 4-ді азайтсақ 5 қалады. Ал енді бұны қосумен тексереміз. 521-ге 479-ды қосамыз. 9-ға 1-ді қоссақ 10 болады, 1 10-ді қойда. 7-ге 2-ні қоссақ
9 болады, ойдағымен 10, бір ойда 5-ке 4-ті қоссақ 9, ойдағымен 10 болады. Демек, 1000-ға тең. Келесі 372-ден қосамыз 569-ды. 2-ге 9-ды қоссақ 11 болады. Бірлікті бірліктің астына жазамыз да 1 ондық ойда. 7-ге 6-ны қоссақ 13, ойдағымен 14, 4-ін жазамыз да 1 ойда. 3-ке 5-ті қоссақ 8, ойдағымен 9, 941 болады. Ал енді 941-ден 569-ды азайтамыз. 1-ден азайта алмаймыз, сондықтан 4-тен 1-ін береміз. 11-ден 9-ды азайтсақ 2, мұнда 13 қалды, 13-тен 6-ны алсақ 7 қалады, 8-ден 5-ті алсақ 3 қалады. Келесі 929-дан азайтамыз 488-ді. 9-дан 8-ді азайтсақ 1 қалады, 2-ден азайта алмаймыз, сондықтан 9-дан біреуін аламыз, 12, 12-ден 8-ді азайтсақ 4 қалады. Мұнда 8 қалды, 8-ден 4-ді азайтсақ 4 қалады, 441. Ал енді тексеру үшін 441-ға 488-ді қосамыз. 8-ге 1-ді қоссақ 9, 4-ге 8-ді қоссақ 12, 2-сін жазып 1 ойда, 4-ге 4-ті қоссақ 8, ойдағымен 9. Келесі 479-ға 391-ді қосамыз. 9-ға 1-ді қоссақ 10, 0-ін жазып 1 ойда, 7-ге 9-ды қоссақ 16, ойдағымен 17, 7-сін жазып 1 ойда, 4-ге 3-ті қоссақ 7, ойдағымен 8, 870. Ал енді тексереміз, 870-ден 391-ді аламыз. 0-ден азайта алмаймыз, сондықтан 7-ден біреуін аламыз. 10-нан 1-ді алсақ 9 қалады. Мұнда 6 қалды, 6-дан азайта алмаймыз, сондықтан 8-ден 1-ін аламыз. 16 болады, 16-дан 9-ды азайтсақ 7 қалады. Мұнда 7 қалды, 7-ден 3-ті азайтсақ 4 қалады. Жауабы 479 шығады екен. 6-шы тапсырма, теңдеулерді шеш. Мұнда күрделі теңдеу берілген, оны жай теңдеуге айналдырып шешуін табуымыз қажет екен. 450 қосылған А тең 920 азайту 40. Бірінші 920-дан 40-ты азайтып аламыз. Сонда 450 қосылған А тең 880 деген жай теңдеуге айналады. Мұнда А белгісіз сан, оны анықтау үшін 880-нен 450-ді азайтамыз. А тең 430-ға. Ал енді Аны орнына қойып теңдеуді тексереміз. 450 қосу 430 тең 920 азайту 40. 880 тең 880 шығады екен. Екіншісі, X азайту 340 тең 180 қосылған 20. 180-ге 20-ны қосып аламыз. X азайту 340 тең 200 деп жай теңдеуге айналдырамыз. Мұндағы X белгісіз сан, оны анықтау үшін 200-ге 340-ты қосамыз. X тең 540-қа. Ал енді X-ті орнына қойып тексереміз. 540 азайту 340 тең 180 қосылған 20. 200 тең 200. Келесі теңдеу. Y бөлінген 6 тең 63 бөлінген 7. 63-ті 7-ге бөлеміз, 9 шығады. Y бөлу 6 тең 9. Y мұнда белгісіз, оны анықтау үшін 9-ды 6-ға көбейтеміз. Y тең 54-ге. Ал енді Y-ті орнына қоямыз. 54 бөлінген 6 тең 63 бөлінген 7. 9 тең 9 шығады. 8 көбейту B тең 100 азайту 68. 100-ден 68-ді азайтамыз. 8 көбейту B тең 32 шығады. B мұнда белгісіз, оны анықтау үшін 32-ні 8-ге бөлеміз. B тең 4-ге. Ал енді B-ны орнына қоямыз. 8 көбейту 4 тең 100 азайту 68. 32 тең 32 шығады екен. 8-ші тапсырма. Есепте. 50 азайту 6 көбейту 4. Мұнда бірінші көбейту амалы орындалады. 6-ға 4-ті көбейтсек 24 болады. 50-ден 24-ті азайтсақ 26 қалады. 24 бөлу 4 қосу 12. Бірінші бөлу, сонан соң қосу орындалады. 24-ті 4-ке бөлсек 6, 6-ға 12-ні қоссақ 18 болады. Келесі 135 қосу 27 бөлінген 9 қосу 25. Мұнда бірінші бөлу амалы орындалады, сонан соң қосу, екінші қосу орындалады. 27-ні 9-ға бөлсек 3 шығады. 135-ке 3-ті қосып, оған 25-ті қосамыз. 135-ке 3-ті қоссақ 138, оған 25-ті қоссақ 163 шығады. Келесі 100 азайту 54 бөлінген 6 қосу 310. Бірінші бөлу орындалады. 54-ті 6-ға бөлсек 9 болады. 100-ден 9-ды азайтсақ 91 қалады. 91-ге 310-ті қоссақ 401 болады екен. Жақша ішінде 125 азайту 100. Жақша жабылған бөлу 5 қосу 98. Бірінші жақша іші орындалады. 125-тен 100-ді азайтсақ 25 қалады. 25-ті 5-ке бөлсек 5 шығады. 5-ке 98-ті қоссақ 103 болады. Келесі 1000 азайту 3 көбейту жақша ішінде 329 азайту 320. Бірінші жақша іші орындалады. 329-дан 320-ны азайтсақ 9 қалады. Сонан соң көбейту амалы орындалады. 3-ке 9-ды көбейтсек 27 болады. Сонан соң 1000-нан 27-ні азайтамыз, 973 қалады екен. Ал енді 9-ші тапсырма. Камиля, Назгүл, Ғалия және Толқын 2 наурыз, 17 мамыр, 2 шілде және 20 наурыз күндері туылған. Назгүл мен Ғалия бір айда туылған. Ал Ғалия мен Камиляның туылған күндері бірдей санмен белгіленген. Әр қыздың туылған күнін көрсет дейді. Ол үшін балалар бірінші
күндерді жазып аламыз, яғни 2 наурыз, 17 мамыр, 2 шілде, 20 наурыз. Және қыздардың атын жазып алдық, яғни Кәмила, Назгүл, Ғалия, Толқын. Ал енді тапсырманы орындайық. Бізде Назгүл мен Ғалия дейді. Назгүл мен Ғалия бір айда туылған дейді. Бізде бірдей ай наурыз айлары екен. Демек, Назгүл де наурыз айында туылған, және Ғалия да наурыз айында туылған екен. Келесі, Ғалия мен Кәмиланың туылған күндерінің саны бірдей дейді. Демек, наурыздың 2-сі мен 2 шілде бар. Демек, Кәмила бізде 2 шілде күні туылған екен. Сонда Ғалия 2 наурыз күні, ал Назгүл 20 наурыз күні. Сонда бізде Толқын ғана қалады, ол 17 мамырда туылған екен. Демек, Кәмила 2 шілде, Назгүл 20 наурыз, Ғалия 2 наурыз күні, ал Толқын 17 мамыр күні дүниеге келген екен. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.